Ассалаумағалейкум қадірмен достар, бұл Аладоп YouTube арнасы және мен Ермұхамед Мәулен. Біз қазір Түркияда әдеттегідей Анталиядамыз. Жыл сайын осындағы оқу жаттығу жиындарынан сіздерге хабар тарататын боламыз. Сонымен дәл қазір артымызда Оқжетпес және Боснияның Тузла деген командасы кездесуде. Алғашқы біздің көрген матчымыз енді тағдырдың жазуымен Көкшетаулық Оқжетпестің матчы болып тұр, және одан өзге де командаларымыз өнер көрсетеді. Арғы жасыл алаңда қазір Тұран командасы ойнайды, мында Жетісу ойнайды, және оны ар жағында Атырау ойнайды дегендей. Жалпы осы Түркиядағы бар бүкіл қазақстандық футбол командалары туралы ақпараттар береміз, сұхбаттар болады. Сондықтан да біздің YouTube арнамызды қолдай отырыңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, және бізбен бірге болыңыздар. Ендеше біз арнайы Түркиядан сіздерге арналған видеоблогты ұсынатын боламыз. Ендеше кеттік. Қадірмен достар, сонымен біз кезекті жасыл алаңға келдік. Мінекей қазір Жетісу командасы өнер көрсетіп жатыр. Артымызда Жұмабектің жейдесін киіп алып, бірақ Жұмабек емес та. Осында енді болып тұрады енді УТС-те, оқу жаттығу жиындарында. Өткен жылғы жейдені киіп алып, басқа жаңадан келген просмотрда жүрген футболшылар киіп алатындығын білесіздер. Мынау енді Жетісуға байланысты айтатын болса, мына Саслан Такуловты көріп отырмыз. Әдеттегідей капитан Серікжан Мужиков, және ортада бір қара нәсілді бір ойыншы жүр, енді біліп тұрған жоқпын, қазір көреміз. Бірінші тайм бітуге сәл-ақ қалды. Жетісу командасы, білесіздер, Самат Смақов келген бас бапкер болып, сондықтан күшейіп алған секілді. Қазір мінекей бірінші тайм аяқталды. Жаңбыр жауып кетуі мүмкін, күнді де бұлтты секілді. Қадірмен достар, біз осылай командалар туралы ақпарат айтуды, олар туралы видео көрсетуді одан ары қарай жалғастырамыз. Ал біздің осы видеомыздың шығуына зор септігін тигізген менің фондағы достарым екендігін білесіздер, және олар жайлы қызықты мәліметтерді, сілтемені осы видеоның астындағы арнайы тіркеліп тұрған сілтемеден көре аласыздар. Біз видеоблогты одан ары қарай жалғастырамыз. Келесі команда бізде қазір Атырау болады. Кеттік ендеше. Сонымен қадірмен достар, кезекті аренаға келдік. Кремлин Пеласқа, мінекей Атырау командасы ойнап жатыр. Атырау жанкүйерлері болса, осы видеоны көрсеңіздер болады. Соққы, қақпашы, тоқсызды мінекей Атыраудың қақпашысы. Есебен шын айтқанда қанша болып отырған мен қазір білмеймін, қазір келіп тұрмын. Қазір матч біткеннен кейін бір футболшылармен сұхбат алсақ алдық дегендей. Константин Александрович Гровенко мінекей мұнда бапкерлік етіп жатыр. Қорағадың қақтасы болып жатыр. Ешкімді аяп отқан жоқ. Негізі Анталиядағы осы оқу жаттығу жиындарының бір жауы десек те болатын шығар. Бұл жаңбыр мінекей. Аспаннан қара бұлт төніп тұр. Жаңбыр жауа берсе матчтардың көбісі енді кейінге шегеріліп жатады, ойналмай қалып жатады. Осы жағы қиын болып тұр. Енді мына жерде жаңбырдың астында тұрған трибуна бар екен мына стадионда. Соның астына барып отырамыз қазір. Сонымен Шоқан, жалпы мынау жаңа командаға ауыстың, Атырау командасы туралы қандай пікірдесің? Бұл команда толық ауысып жатқан сияқты менің ойымша. Иә, биылғы құрам почти айтқанда толығымен алмасып жатыр. Жаңадан игроктар келіп жатыр. Жалпы енді бас бапкер де ауысты ғой, Горовенко Константин Александрович. Ол кісі туралы қандай пікірдесің? Қандай бапкер екен? Енді ол кісі Қазақстанға өз белгілі тәжірибелі тренер екен, барлығымыз білеміз. Өте мықты бапкер. Енді қандай мақсат қойып отырсыңдар биылғы маусымға? Алға мақсат енді айтады, Құдай қаласа. Енді болады. Негізгі мақсат енді барынша жоғары орыннан көріну ғой. Енді өзің туралы айтатын болсақ, негізгі құрамда ойнайтын шығарсың деп ойлап отырмық енді. Өзің қалай? Құдай қаласа соған жұмыс істейміз. Негізгі құрамда. Әрине бәсекелес болады ғой әр командада, әр позицияда. Жаңағы бір футболшы ойнап артта центральный защитник қара. Иә. Былтыр осы Атыраудың құрамында болды ғой. Барбоза деген. Иә. Сол. Сосын жаңадан келіп жатқан футболшылар туралы қандай пікір айта аласың жалпы? Кім бар, кім келіп жатқан мықты игроктар бар ма Атырауда? Енді басталды ғой сбор. Әлі де белгісіз.
алдағы ойындарда белгілі болады деп ойлаймын. Барлығын әрі де ешқайсы бабында емес қой. Толықтай айта алмаймын да. Енді мына бүгінгі ойнаған болгариялық команда кішкене бір ашуланып қалған, сондай бір сөйлеп қалған команда сияқты екен. Қандай ойын болды жалпы бүгін? Ойын поляны көріп тұрсыздар, погода жаңбыр жауып тұр. Ортадағы допқа талас болды ғой ойын. Қиын ойын болып жатыр. Жақсы, рахмет, сәттілік. Ага, өздеріңіз келе. Сегодня вот посмотрели матч ОЖТ, есть молодые игроки, очень много молодых игроков. Состав команды обновился, видим в защите Нурлана Адаирова, есть и опытные игроки. Как сейчас идет подготовка к новому сезону? Ну, да, вы совершенно правы. Много у нас игроков, которые пришли, тот же Нурлан Адаиров, но основной костяк — это прошлогодний наш состав. Это ребята, которые заслужили право играть в премьер-лиге. Мы им доверяем, мы им даем возможность себя показать на более высоком уровне. Ну а сбор мы начали 21 числа, все идет в принципе по плану. Даже сегодня вот погода нам позволила сыграть контрольную игру. Я доволен подготовкой. То, как ребята относятся к тренировкам, как они выкладываются в игре, их самоотдачей, их целеустремленностью. Поэтому пока все хорошо. Но, конечно, многие позиции нас требуют усиления, и селекция еще у нас не закончена. Мы нуждаемся в усилении и будем усиляться. Я думаю, что с приходом нового руководства мы эти вопросы решим. Мы здесь почти на месяц, поэтому за этот месяц, я думаю, что мы должны усилить наш состав. Дальше опять просто всегда хочется прийти, как говорится, на готовое, уже где что есть, а здесь, первый раз, наверное, в жизни. Нет. Қадірмен достар, жетісу мен желание деген матчқа келіп отырмыз. Бағанадан бері қарап отырмыз. Есеп тең, пенальти болған. Жаңа Нұрберген Нұрбол деген жетісудің ойыншысы гол сала алмады. Бірақ төреші қазір қайта-қайта проблемаға душар болып жатыр. Өйткені мына командадағы футболшылар бір-бірімен қайта-қайта ерегісіп жатыр. Бір екі рет төбелесіп алды, жаға жыртыс, сондай қиын жағдайлар орын алып тұр. Расын айтқанда, мынау Түркиядағы оқу-жаттығу жиындарының өзінде де матчтар осындай болып жатыр. Қиян-кескі қазір бірін-бірін ешкім аяп жатқан жоқ. Төреші сары қағазды аямай таратып жатыр. Футболшылардың барлығы да осындай керемет настроймен өнер көрсетіп жатыр десек те болады. Енді былай қарасаңыз, жолдастық матч, олар бірін-бірін енді көрмейді. Ол неменеге қырылып төбелесіп жатқанын енді қазір мен айтып жеткізе алмаймын. Бәрінде де қаны қайнап тұр. Футболды сағынған ғой футболшылар. Мінекей сол матчтан үзінді көріп отырыңыздар. Қадірмен достар, сонымен біз кезекті матчқа келдік. Бұл енді әдеттегідей мынау Титаник дейміз, Мардан дейміз, неше түрлі алаңдар бар. Қазір алаңдардың атында жаттап үлгере алмай жатырмыз. Жыл сайын келіп жүрген жерлер ғой, былайша айтқанда. Ақтөбе мен Пахтакор кездесіп жатыр. Қазақтың маңдай алды клубы мен Өзбекстанның жалауын желбіретіп жүрген Пахтакордың арасындағы кездесу. Енді расын айтуымыз керек, біз мына команданың ойыншыларының құрамын қарап отырып, Ақтөбе енді басым түсу керек, Пахтакорды қарсылас көрмеуі туу керек қой. Негізі еуропалық команда Азияның кез келген командасын жеңе алатын қауқарда болуы тиіс. Сонда ғана бұл біздің чемпионаттың деңгейі, қазақ командаларының да деңгейі деген жағдайды білдіреді. Мысалы, қазір бізге қуантатындығы, мынау енді ұлттық құрамадан ойнайтын бірнеше футболшы алаңда жүр. Скворцов дейміз, Қасым, одан бөлек мынау Оралхан Өміртаевты негізгі құрамда алаңға шығыпты. Енді легионерлерді қандай күшті, керемет, жаңа көптеген агенттер, журналистер жазып жатқан Дорни Ромеро, жаңа басқа чемпионатқа ауысады,
Боливияға кетеді деген секілді әңгімелердің бәрі өтірік сияқты, өйткені қазір шапқылап өнер көрсетіп жүр мына жерде. Одан басқа енді айтатын ештеңесі жоқ. Ыдырыс Умаев та алаңда өнер көрсетіп жатыр. Қазір легионер болып тіркелген, бірақ енді түбі легионер болмай қала ма деген ойдамыз. Ақтөбе жалпы ойыны жаман емес, бірақ дегенмен Пахтакор өте бір Азияның чемпиондар лигасында ойнап жүрген, маусымы кейінірек біткен кішкене бабында секілді, бірақ дегенмен Ақтөбе ұтуы тиіс бүгінгі матчты. Көреміз қазір. Ақтөбенің бұрынғы ойыншысы Игорь Сергеев гол соқты. Есеп 1-0 Пахтакор алға шықты. Әлбек, мына бүгінгі матч туралы қысқаша айтып өтсең, матч жалпы қалай болды? Бүгін жақсы матч болды, жақсы қарсыласпен жеңгіміз келді әрине, бірақ бұл жолдастық кездесу, сол үшін дайындап отырмыз, ештеңе жоқ, бәрі дұрыс. Енді командада байқап отырмыз, сенің жаныңда Анжелкович деген ойыншы, сол әріптесің келіп отыр екен. Жалпы жаңадан келген ойыншылар туралы, қарым-қатынас туралы қандай пікірдесің? Келген жігіттер команданы күшейтіп жатыр ма? Әрине, біз жаңа келген балдардың бәрін күтіп жатырмыз, өйткені бізге былайша усиление керек, сол үшін командада атмосфера өте жақсы. Бәрін күтеміз, бәрін күтіп жатырмыз. Командада бәрі жақсы. Енді қорғаушыларға келетін болсақ, қорғаныстағы линия бүгінгі шыққан жігіттер сол негізгі құрамда ойнайтын футболшылар солар сияқты ғой, менің ойымша. Оны білмеймін, оны бас бапкеріміз таңдайды келесі ойынға, так білмеймін. Жақсы, рахмет. Қалған бүгінгі матч қалай болды? Жалпы Пахтакор командасы күшті неме екен, жалпы қандай пікір айтасың? Пахтакор командасы әрине аты бар команда. Өздеріңіз көргендей прямой эфир болды ғой, сол матчта енді допты жақсы ұстайды, негізі команда жақсы. Азияда лига чемпионаты ойнайды. Ертең жақын арада ойын, оларда уже официальный лига чемпионаты. Сондықтан жақсы команда, допты жақсы ұстайды, тағы да айта кетерім. Ойыншылары андай техничный ше. Жалпы Ақтөбе футбол командасын жалпы таңдауың қалай? Өзі қандай ұсыныстар болды? Басқа да командаға кетеді деп ойладық қой біз басында, негізі инсайттарға сәйкес. Болды. Көп біраз ұсыныстар болды, негізі шынымды айтсам. Бір документтер бойынша келіспей қалды деп айтты мен агенттерім, получается. Шериф жаңа жазды ғой, Шерифке кету мүмкін деп. Ол да рас, негізі ақпарат, просто болмай қалды, шынымды айтсам. Ничего, жұмыс істейміз. Ақтөбе үлкен клуб тоже, жақсы команда. Европада алға мақсаттар қойып отыр. Ертең Лига Европа ойындарына алға қалса бірге дамимыз. Өте қарапайым, жалпына Ақтөбе командасын қазіргі оқу жаттығу жиындарындағы дайындығы қалай, жалпы не жетіспейді? Командада менің байқауымша жаңа заменге шығатын адамдар табылмай жатқан сияқты ғой. Сіздің айтқаныңызбен толықтай келісемін. Бірақ та әлде селекциямен жұмыс жасалуда. Бізге айтқаны бойынша әлде ойыншылар келеді. Олар бізге көмектеседі деген үміттеміз. Онда жас балдарға бұл менің ойымша үлкен мүмкіндік. Өзін жақсы жағынан көрсету үшін. Жаңа 4 бала жаңадан QG лига командасынан алып тұр Ақтөбеге. Солар туралы бүгін полеға шығып жатыр. Қандай пікірдесің жалпы? Қайсының деңгейі қалай? Бір-екеу қала ма жалпы командада? Енді мына ойыншы дегенде атап айту қиын, енді көрініп тұр. Балдар тырысып жатыр. Біздің Ақтөбенің өзіміздің жастар, біздің болашағымыз деп айтамыз. Бұлар үшін үлкен тәжірибе, практика деп айтуға болады. Сол енді біздің үмітіміз ғой, үміт артамыз. Ең бастысы осы әр ойын сайын қатемен жұмыс жасап, осы тәжірибе жинап, осылай өз-өзімен жұмыс жасап, сол енді алға ұмтылу қажет.
өтіп тұрған жоқ. Ана су болып қалған ғой. Қадірмен достар, сонымен Анталия қаласындамыз. Дәл осында бүгін Қызылжар командасы Струга деген командамен оқу жаттығу жиындарының аясында жолдастық матч өткізейін деп жатыр. Қосалқы құрамдағы жігіттер жаттығу жұмыстарын өткізіп жатыр. Қызылжар командасы биыл шын айтқанда көпшілікті таңғалдырайын деп тұр. Өйткені бұл команданың сапында қазақ ойыншылары өте көп, жастар көп келген. Өздеріңіз байқап отырсыздар. Бекзат Шадманов бар, Мадиха Сейген деген секілді жігіттер көп енді айта берсе. Сонымен қатар енді легионерсіз де ойнаймыз дейді, бірақ 1-2 легионері бар. Қанша дегенмен жаңадан келген Бразевич деген бапкер бар. Сондықтан да жалпы Қызылжар командасы биыл тағы да бізді таңғалдырып, үздік алтылыққа кіріп кетіп, жаңағы алпауыт командалардан ұпай алып кетуі әбден ықтимал. Ал сіздер, қадірмен достар, Аладоп YouTube арнасын қолдаңыздар, лайктарыңызды басыңыздар, комментарий жазыңыздар, мен бәрін оқып шығам. Ұнаған комментарийлердің бәріне жауапта қататын болам. Сонымен сәттілік. Мен матч аяқталды. Біздің назарымызда Бекзат Шадманов. Бекзат, жалпы бүгінгі матч қалай өтті сендердің командаларың үшін жалпы? Бүгін матч қызықты өтті деп ойлаймын. Бүгін голдар болмады өкінішке орай. Бастысы бірақ артта 0 гол жіберген жоқпыз. Нагрузкаларды алып жатырық. Бүгін ойлаймын енді тренердің берген нагрузкасын алдық деп ойлаймын. Айтқан нагрузкасын, берген установкасын бәрін орындадық деп ойлаймын. Тек алда гол салу ғана қалды. Сол ғана жетіспеді бүгін. Енді жаңадан келген белорусиялық маман Бразевич туралы қандай пікірдесің? Қандай бір ерекшеліктері бар екен бұл маманның? Бұл өзінің футболы бар, өзінің қойған установкасы, өзінің ойыны. Тек бізге қазір жұмыс істеп, сол айтқан бүкіл тактикасын түсініп, жаңа команда болғаннан кейін, жаңа бапкер болғаннан кейін кішкене айтқан нәрселерін түсініп, уақыт бар қазір. Бір айдан аз уақыт қалды, соны дұрыстап. Қазір тренировкалар дұрыстап істеп, сезонға дұрыстап келеміз деп ойлаймын. Бастысы. Мінекей дәл осылай сұхбаттар да кетіп жатыр, футболшылармен де араласып жатырмыз, бапкерлермен де пікір алмастық. Бір қызығы мына трибунада жаңа қаншама футбол агенттері болды деген секілді. Жалпы Түркиядағы осындай бір керемет атмосфераны сіздерге бере алдық қой деп ойлаймыз. Енді көп деген командада масқара жаңалықтар болып жатыр. Өте қызықты ақпараттар бар. Енді оның барлығын енді шетімен айтып жеткізуге тырысып жатырмын. Қызылжар командасы тағы да футболшылар алады екен. Бірнеше футболшыны қазір күтіп отыр. Бірнеше футболшысы жарақат алып қалған екен. Жаңа ғана осы матчта Арсен Бураншиев қызылға алып кетті, кішігірім жарақат алды. Қайраттың қосалқы құрамынан бірнеше футболшыларды, жастарды алып күшейткен, өйткені легионер алуға болмайды, біліп отырсыздар. Осындай жалпы жағдай, көп команданың проблемасы осы, легионер алуға болмайды. Алса да оған қаржыны өздері табу керек. Қаржысы барлар алып жатыр, қаржысы жоқтар осылай амалдап жатқан жай бар. Енді қазір агенттер бар, футбол функционерлері бар, барлығы да жұмыс істеп жатыр. Мәселені шешіп жатыр десек те болады. Сондықтан келесі ақпан айында мәселенің барлығы да түбегейлі шешілуі тиіс. Екінші оқу жаттығу жиындары болады ақпан айында. Сол кезде жалпы командалардың бет әлпеті, сұлбасы, қалай ойнайтындығы барлығы да белгілі болады. Мінекей қазір Қызылжардың қақпашысы сұхбат берейін деп жатыр, Петров деген. Ол да жалпы ұлттық құрамаға алынып қалуы мүмкін, сондай талантты қақпашылардың бірі дейді. Мінекей бүгінгі енді видеоблогымызды Қызылжар туралы аяқтап жатырмыз. Қадірмен достар, сіздер біздің YouTube арнаға тіркеліңіздер, лайктарыңызды баса беріңіздер. Біз келесі видеода тағы да осы Қызылжар командасы туралы, басқа да Тобыл, Ақтөбе секілді командалар туралы ақпарат береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Мінекей қазір стадионның жарығында жүрейін деп жатқан сияқты.